Сәлем достар, бүгін мен сізбен негізі бай мышлениедегі адамдардың өмір салтындағы ерекше бір қасиеттермен бөліскім келеді. Біз көбіне ақша жалпы бұл жалпы мышлениеге байланысты, иә. Көбірек табыс табу біздің сол бір қорқыныштарымыз, санамызда тұрған бір блоктарға байланысты өспейміз. Ол туралы менде екі есе табысқа шығу техникасы деген видеом бар, сонымен таныссаңыз болады, сонда түсініктірек болады сізге. Одан кейін енді менің айтайын дегенім, бұл күнделікті, бай мышление дейміз, күнделікті ол не деген сияқты, біз ақша мысалы су сияқты кетіп жатыр, ештеңеге жетпейді деп жатады көбінесе. Біз ақшаға көп роль беріп қоямыз, оған біз түрлі өзіміздің эмоционалды қажеттіліктерімізді соған байланыстырып қояды екенбіз. Соның кесірінен біз көп табысқа жетпейміз, иә. Мысалы байлардың жаңағы привычкалары дейміз ғой, күнделікті бір өмірде қолданатын нәрсесі ақшаға емес, мысалы тегін қалай өзінің эмоционалды қажеттіліктерін толтыра алады. Мысалы балаңызға сапалы уақыт бөлу дегенде ойыңызға бірінші не келеді? Демалыста балалармен уақыт өткізгенде қандай варианттарды сіз қолданасыз? Көп 80% ата-ана баласының жаңа қажеттіліктерін, ішкі қажеттіліктерін өтеп, ата-ана махаббатын беріп, онымен бірге білмеймін сурет салып, бір нәрсе ойнаудың орнына оған ең қымбат сыйлық, ең қымбат ойыншық, әйтеуір бір жаңа ойын-сауық орталығына барып, оны бір карусельдерге ең қымбат отырғызу, ең қымбат киім алып беру, туған күнін бір қымбат жерде өткізу деп ойлайды. Соншалықты ақша көп жұмсасам оған, ол соншалықты менің махаббатым сезінеді деп. Сонда махаббатты ақшамен алмастырып аламыз. Осы мысал түсініктірек деп ойлаймын, иә. Немесе ата-анамызға да бала ретінде өзіміздің жаңа құрметімізді, қызметімізді көрсетудің орнына эмоционалды біз сыйлық алып беру деп ақшаға тіреп қоямыз. Сонымен қызмет те жоқ, эмоционалды қажеттіліктер де жоқ, іште бос кеуде деген қазіргі заманның несі, негізі үлкен дерті. Ал бәрін ақшаға тірейді, ақша жоқ деп айтады, сонымен ақшаның бәрі соған кетеді, бір жұрттың көзіне көріну, ұят болмасын деген сияқты, әйтеуір бір бітпейтін бір-бірімен жарыс соған әкеледі екен. Соған ақша кетеді бар тапқан, немесе сол үшін кредит алады, жұрт қарызданады, ең күшті той өткізіп беру деген сияқты, иә. Егер сіз бай мышлениеге өткіңіз келсе, ақшаңыздың берекесін келтіргіңіз келсе, мысалы кішкентайдан бастаңыз. Балаларыңыз енді жалпы кішкене есін білетін жастағы балаңыз болса, мен соны қолданамын балалармен. Осы демалысқа сендер тимбилдингті өзіңіз жоспарлаңыз, және ол тегін болсын деймін. Минимальный немесе ақша талап етсін деймін. Мысалы, және ол дұрыс тамақтану болу керек. Міндетті түрде бір пицца, фри, бір денсаулығына зиян нәрсе емес. Барып, 5-10 мың теңгеге жеміс жидек сатып алу, ең үлкен шығын сол болуы мүмкін. Және отырып үйде бірге кино қарау. Жеміс жидек дәрумендерге толы, пайдалы, оны әдемілеп кесіп, күштетіп тураймыз бәріміз, сосын күшті бір киноны таңдап, бірге уақыт өткізіп, сосын ол киноны міндетті түрде талқылап, өз ойларын біліп, сонда балаларға да керемет сапалы уақыт бөлінеді, және ақшаңыз да көп шығындалмайды, кинотеатрға барып, попкорн мен кола алғанша, мысалы. Сондай кішкентай күнделікті өзіңіздің привычкаларыңызды ауыстыра бастаңыз. Осы аптадан, бүгіннен бастап жасауға болатын дүние. Және, мысалы, таза ауаға барып, саябаққа қыдыру, өзіңіз үйден тағы тіске басарды алып шығу деген сияқты. Негізі өзіңізге дофаминіңізді көтеретін, көңіл күйіңізді көтеретін нәрсе ақшаға тірелмеу керек, қымбат болмау керек. Адамдар, әсіресе әйелдер, настроение көтеремін деп барып шопингке барып, керек жоқ бір көйлек бірдеңелерді толтырып алады. Ақша шашу, әйтеуір ақшадан құтылу. Оның арыстарында енді әрине басқа бір сценарийлер жатыр. Оны 2X жасау техникасы деген видеомда айтам. Бірақ осы бір
көңіліңді көтерем ау бірдеңеге ақша шашқыңыз келіп бара жатқанда есіңізге түсіріңіз. Жалпы негізі осындай тізім жазып қойсаңыз да болады өзіңізге, заметкеге бір блокнотыңызға сақтап қойыңыз. Мен көңілімді не көтереді деп бір 20 пункт жазыңыз, және оның бәрі тегін болсын, ақша шашпайтын дүние болсын. Негізі бізде көп нәрсе тегін, біз өзіміз қиындатамыз. Мысалы велосипедпен таза ауада саябақта күшті бір сағат ештеңе ойламай қыдырып келу өте керемет көтереді. Мысалы мен көңіл күйімді сондай сізде нақты мысалы жатып алып үйде кітап оқу, ештеңеге алаңдамай бір өзіңізге дәмді шайыңыз жасап алып тоже көңіл күйіңіз керемет көтереді. Өзіңіздің нақты тізіміңіз болса, әрдайым осы қағиданы ұстансаңыз, сіздің табысыңыз берекелі болып, ары қарай өсіп, және өмір сапаңыз да өсетіні әбден мүмкін. Менің осы видеом сізге ұнады деген үміттемін. Видео астына пікіріңізді қалдыра кетіңіз, лайк басып, менің каналыма міндетті түрде тіркеліп қойыңыз. Қош сау болыңыз.